қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада мәтінге тақырып музыка және өсімдік. Нақты сұрақтар: музыканың өсімдікке әсері қай ғасырда зерттелді? Оны кім зерттеді? Музыка мен өсімдік арасында тығыз байланыс бар дегенге келісесіңдер ме деп орындауларыңызға болады. Ал екінші тапсырмада доп сөмкенің ішінде тұр. Оның ішінде бір сыр бар. Биік тауға шықтық, оның арманы биік. Бұл сөмке өте жеңіл. Бұл тапсырма маған жеңіл болды. Көпшілікпен ілесіп жүріп кеттік. Мен оның ойын толық ілесіп қолдадым деп орындауларыңызға болады. Байқасаңыздар, бірінші сөйлем тура мағыналы сөздерді, екінші сөйлем ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Ал үшінші тапсырмада Жанар Айжанованың әніндегі қобыз да дәстүрлі түрде қарағаш немесе үйеңкі ағашынан жасалған болуы мүмкін деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Төртінші тапсырмада хабарландыру. Құлақтан кіріп бойды жақсы әнмен тәтті күй атты тамаша концерт өтеді. Бұл концертте көңілге қуаныш сыйлайтын әсем әндер, ұлт рухын көтеретін тәтті күйлер, оқушылардың өнері мен талантты орындаушылардың қойылымдары көрсетіледі. Өтетін күні, басталуы, өтетін орны. Сызық қалдырып қойдым, байқасаңыздар, осы жерге өздеріңіз цифраларды қоятын боласыздар. Мектеп акт залы. Баршаңызды өнер әлеміне саяхат жасауға шақырамыз. Келіңіздер, жақсы ән мен тәтті күй тыңдап рухани демалыс алыңыздар деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ал келесі бесінші тапсырмада біз өзіміз шығарған өлең жолдарын жазамыз. Ағаш тұрса асқақтап, жерге сая, көлге шат, жапырағы жайқалып, желмен бірге сыр айтар. Гүлдер ашып өңкей нұр, таңға құшақ толы тұр. Иіс шашып айнала, көңіл сыйлар мың бір жыр. Өсімдіктер сән жаны, табиғаттың ән дәрі. Ағаш, гүл мен көкшөптің бәрі жердің ажары деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.